Сәлем достар, сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін жасайтын капустный салат. Оның құрамына майонез, тұз, бұрыш, жүгері, дайын консервідегі, жарты капуста, 3 қияр, 1 чеснок, укроп, көк пияз. Осылар кететін болады. Осыларды қазір турап, қанша граммдан қосатынын айтамыз. Описаниесіне жазып қоямыз. Қарап, аяғына дейін көретін болыңыздар осы видеоны. Мінекей жіңішкелеп капустамызды осылай турап аламыз. Барлығын укропты турап аламыз. Айналап. Көк жыланымызды тураймыз барлығы. Барлығы нормально болады. Саламыз. Барлығын турап салып болғасын, араластырылғасын көрсетеміз. Чеснокты осындай майда түйіртілген өткізіп аласыздар. Жүгеріміздің барлығын қосамыз. Консервідегі. Қара бұрыштан, яғни жарты қасық бұрыш қосамыз. Майда тұздан 1 қасық шайнай ложкамен тұз қосамыз. Майонез қосамыз. Майонезді бұрышта өздерін қалағандарынша қосуға болады. Біз енді тұщылау болып жеген жақсы көрдіміз. Барлығын араластырып, қазір дайын болғасын көрсететін боламыз. Достар, міне салатымыз дайын болды. Өте оңай, жеп-жеңіл. Үйде осылай дайындасаңыздар болады. Кәне дәмін көрейік. Өте керемет шыққан, жеп-жеңіл салат. Үй жағдайда өздеріңіз осылай дайындасаңыздар болады. Достар, біздің арнаны бағаласаңыздар, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басып тіркеліп кетіңіздер. Алдыңызға сіздерге рахмет. Сіздердің арқаларыңызда біздің канал дамиды. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.